Ассалаумалейкум, қазақ елі. Бүгін міне отырып сіздерге сол баяғыдай бір видео үндеуімде айтар сөздерім бар еді. Қазақстан азаматы болғаннан кейін өзіміздің басқа елде емес, өзіміздің қазақ мемлекетіміз мықты халықпыз ғой, таза халықпыз ғой дейміз ғой. Сол таза адамдарды саусақпен санарлық қалдау деймін. Мына кеше бірнеше 2-3 күн алдында көріп отырсыздар болған жағдайды. Ақтөбеде Серік Оразов ағамызды ішкі істер орган жігіттер көгала қойдай сабап қайтыс болды. Алдында үндеуі де жүр, интернетте оқып атқан шығарсыздар. Мен өзім Нұрсұлтан қаласында тұрғаннан кейін өзім бір ойым таңданамын да. Үнсіз отырайық десек, отыра алмаймыз. Ескі вокзалға барсаң, Нұрсұлтан қойып қойған атын. Жаңа вокзалға барсаң, Нұрлы жол, Нұрсұлтанныңкі. Былтыр шетелге бір ұшатын болып, әуежайға бірінші мәрте барсам, Нұрсұлтан Назарбаев атындағы әуежай дейді. Астананың тең жартысы Нұрсұлтанның атымен қойылған. Туалеттерден басқаның барлығы. Базарға барып, алдың күн нәския сатып алып тұрып, жазуын қарайым ғой, Нұрсұлтан фабрикасынан шыққан ба деп. Себебі көзіміз үйреніп қалдығы, Нұрсұлтаннан басқа түк көрмейтін болдық қой. Алматыда әуежайды сатып атыр дейді. Назарбаевтың күйеу баласы түріктерге құлибаев дейді. Сонда Қазақстан жеріміз кең, қандай керемет мемлекет біз деп қоямыз. Соның барлығы Нұрсұлтанның жанұясымен жоғарыда отырғандардың жеке меншігіне өтіп кеткенмен ешкімнің хабары жоқ. Осы сөйлесек, комментарий жазады елдер, не бір адамның дейді әр түрі болады ғой. Қасым-Жомарт Тоқаевтың туған күні болып еді. Бар құттықтауларды оқысаңыздар, қандай жазады елдер. Ал мынау активист дейді, жаңа 65-тегі Серік Оразов ағамызды сіздер көріңіздерші, не үшін шыққанын, не сол жасқа келіп түптіңіз пенсиясын алып тығылып жатса болар еді ғой. Көз ашық Қазақстанда адамдар, әншілер сияқты қиналып жүрген халықтың қалтасын қалай қақсақ деп карантиннің өзінде ойлап тапты ғой. Халықтың қалай қалтасын қағып көріп атырсыздар. Панограммамен өлең айтып халықтың қалтасын қағу, ұяттан безгендердің заманы болды ғой. Мынау Қазақстан барысы деп қояды, мен өзім таңданамын да. Қазақстан барысы дегенде олар бәрі жаңа жоғары жақтың мемлекеттің ыдыс аяғынан тамақ ішкен адамдар ғой. Әйтпесе осындай елбасына күн туған кезде көрінеді дейді, сөйледі дейді. Барлықтар тығылып алып қарапайым шамалы ғана қазақтың азаматтары ет белсенді. Шетінен қамап атыр, бірнеше мәрте айтып атыр. Қамап емес, уже өлтіріп атыр. Қашан осы басқа мемлекеттегідей халықтардың көз ашылып, көшеге шықса, миллиондап шығып, өзінің дәрежесін, өзінің правасын сақтайтын заманға жетеді екен. Или ауылда тығылып отырып, мусордан, жаңа көрсетіп атыр ғой, Павлодарда. Уже мусордан күл жинап, соны өткізген кезде Павлодардың нелер, соның өзіне мусор жинағанда нелерге не сұрап, жаңағы 500 мың сұраған ба, соны өткізу үшін, не қылу үшін деп автоматпен атып, халыққа жаңағы оқ атып аспанға. Барлығы қазір ішкі істер органдар форманы қойған. Олар бандиттер, гражданский формамен келіп Серік жаңағы Оразовты да алып кеткен несін тыңдаңыздаршы. Қазірді ешкімге не емес, беттеріне ана маска жақсы болды. Көзіне дейін жауып алатты, гражданский форма, уже шортимен, шлепкімен жүріп қолдарына автомат ұстап алған. Бұл баяғы қазіргі анау Пакистан сияқты, Мексика сияқты елге айланып баратырық. Енді осы Қазақстан болашағымыз егемендік алып, мықты дәрежеге жетеміз, көзіміз ашылады дегеніміз еді. Олай емес, артқа қарай кетіп баратқан ешкім байқамай отыр.
Енді Алла жазса осы жүрістермен жүре берсе, 5-10 жылда Мексика боламыз. Жаңағыдай чорти жаңағы шлепкі киіп алған милициялар автоматпен жүріп, әркімді үйінен кеп сүйреп кетіп забордың сыртында атып тастайтын болады. Мінекей, көздеріңізді ашыңыздар, кішкене қараңыздар, видео үндеу жолдаңыздар, тірі екендеріңізді көрсетіңіздер, аман болыңыздар.